Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен толқын. Мен бүгін қысқа дайындықты бастап кеттім. Онда түрлі көкөністер, жемістер қысқа арнап қатырылған. Қай көкөніс қай тағамға және оның сақтау жолы қандай екенін видеоның соңына дейін қарасаңыздар көре аласыздар. Көкөністерімізді теріп аламыз. Алдымен баялдыдан бастаймын. Салатқа арналған болгар бұрышы. Болгар бұрыштарын поливке, голубцыға сақтаймын. Көкөністеріміздің бәрін жуып, тазалап, кептіріп алдым. Енді осыларды тураймыз. Ең алдымен болгар бұрышынан бастаймын. Бұл болгар бұрышы салатқа арналған. Яғни мен мясо по-тайски немесе фунчоза сол сияқты салаттарға арнап кесетін боламын. Дәнін алып тастаймыз. Ұзын етіп турайтын боламын. Ұзын жіңішке болса әдемі көрінеді салатта. Салатқа арнап, ұзынша етіп барлығын турап алдым. Енді тамаққа арнап тураймын. 3 бұрышты және 4 бұрышты көбейіп тураймын. Неке осылай үлкен-үлкен жапырақ етіп турап шығамын. Екінші түрі осылай 3 бұрышты етіп тураймын. Екеуін 2 бөлек қатыратын боламын. Алла қаласа жаздың ортасына қарай бұл болгар бұрыштары сарғаяды және күзде қызарады. Сол кезде де сарысынан және қызылынан қатырып қоятын боламын. Қыста бұл болгар бұрыштары қазіргіге қарағанда 3-4 есе қымбат болады. Сол үшін жазда өзінің сезонында көп етіп қатырып қоятын боламын. Былтырғы жылы морозильниктің бір полкасын полный осындай болгар бұрышын қатырғанмын. Көктемге дейін тамақ барма, салат барма, бәріне пайдаландым. Иісі, дәмі ерекше болып шығады тамақта. Енді қалғандарын 4 бұрышты етіп тураймын. Осындай зип пакеттерге саламын. Салфан пакетке қатырғаннан гөрі осындай пакет маған ыңғайлы. Кез келген дүкеннен табылады. Енді салатқа арналғанын салып шығамын. Осылай ұзынша күйінде салып шығамын. Бір салатқа осы көлем жеткілікті болады. Осылай жайып реттестіріп жібереміз. Болгар бұрыштарын бәрін дәнінен тазартып алдым. Бұл кәдімгі қарапайым тамаққа арналған болгар бұрышы. Осыларды қабаттап 5 бармаққа арнап қатыратын боламын. Мен 5 бармаққа болгар бұрышын салған ұнатамын. Иісі ерекше бір әдемі болып шығады. 3-4-еуін салып жіберемін. Сонда керемет болады.
Енді тамаққа арнап 4-3-леп турап қатырамын. Пакетке саламыз. Дәл осы болгар бушының күзде қызылын және сарысында көп етіп дайындап қоямын. Енді баялдыны дайындаймыз. Осылай томпақ-томпақтарын мен дөңгелек етіп тураймын. Ауасын шығарып, аузын жабамыз. Ұзынша етіп тураймыз. Рулетке арнап. Пакетке ұзыннан орналастырып шығамыз. Енді қалғандарын кубиктап тураймыз. Бұл овощной рагу жасауға керек болады. Пакетикке саламыз. Енді кезекте укроптарымызды тураймыз. Жақсылап жуып кептіріп алдым. Андай төменгі жағын кесіп алып тастаймыз. Мен қыста немесе кез келген уақытта тамақтың бетіне осындай аскөктерді турап жегенді ұнатамын. Иісі, дәмінде ерекшелік болады. Бәрін орналастырдым. Болгар бұрыштары, аскөк, жүгері астында баялды бар. Мұнда қызанақтар. Және одан кейінгі полкаға 6 контейнер шие қатырдым. 5 килограмм шие. Мұнда 1,5 килограмм цветная капуста 3 контейнер шықты.